Қайырлы күн, құрметті қыз-келіншектер, сіздермен бірге Гүлназ Сәбитқызы. Бүгін сіздерге G точка жөнінде айтып берейін. G точканы бізде арнайы ғалым ойлап тапқан, барынша былай айтқанда өзінің атауын берген, өзінің есімінің атына байланысты. Бірақ бұл точканы бізде не деп айтамыз? Енді жалпақ тілмен айтқанда, мынау нерв талшықтарының барлығының шоғырланып, былай айтқанда қозып, сол жерде рахаттану точкасы деп айтамыз, қыз-келіншектерде. Енді бұл G точкасы бізде екі жерде бар. Бірінші жері ол бізде анатомиялық жағдайына байланысты, мына қынаптың кіре берісінде жоғарғы бөлігінде кедір бұдырлы аймақ бар. Сол кедір бұдырлы аймақта біз сол жердің G точкасы деп айтамыз. Ал екінші G точкамыз ол бізде мына жақта, біздің басымызда. Неге? Өйткені біз қанша біздің қынабымыз тар болғанмен де, егер де біздің ойымыз жыныстық қатынас кезде саған-саққа кетіп, жаңағыдай кірім жайылды ма, тамағым пісірілді ма, ертең не тамақ пісіремін, тағысындағы өкпе, реніш, былай айтқанда миыңыз босамаған жағдайда, қынабыңыз қанша тар болса да, ешқандай ол жерде увлажнение болмайды, ешқандай расслабление болмайды, соның нәтижесінде сіз ешқандай кайф ала алмайсыз. Сол себепті біз бірінші точканы барынша реттеп алғаннан кейін біз мына жақтағы точкамен де жұмыс жасауымыз керек. Енді бізде ол точка не үшін біз ол жерде оргазм аламыз, Мысалы қараңыздар, егер де мына қынаптың жоғарғы бөлігінде G точка бар дедік, Егер де сіздің қынабыңыз кең болса, ер азаматтың мүшесі кіріп шыққан кезде ешқандай ол точкаға соприкосновение болатын үйкелу болмайды. Соның нәтижесінде сіз особо оргазм алмайсыз. Сол себепті тар қынаптың бірінші плюсы сіздің оргазм алуыңызға пайдасы сол. Өйткені ер азамат позаны ауыстыру арқылы түрлі оргазмдер алуы мүмкін. Ал тар болатын болса, сіз қынабыңыз тар болса, оргазм алуға сіздегі жиілік жоғары. Ал егер де сізде кең болатын болса, ол жерде үйкеліс күші төмен болады, соның нәтижесінде сіз особо оргазмды сезбейтініңіз сондықтан. Ал екінші точканы мен мына жақта дедім. Неге? Өйткені сізде полностью расслабление болғанда, ойыңызды жүйелегенде, ойыңызбен де, тәніңізбен де, денеңізбен де осы жыныстық қатынаста болатын болсаңыз, сізде оргазм алуыңыз дұрыс болады. Сол себепті қыздар, біздің өзіміздің қынаппен жұмыс жасауымыз маңызды. Сол себепті денсаулығыңызға немқұрайлы қарамаңыздар. Барынша төсек қатынасы кезінде өзіңізді еркін ұстаңыздар, және де алдыңғы сабақтарда айтылып кеткен, алдыңғы видеоларда айтылып кеткен жаттығуларды міндетті түрде жасаңыздар. Дендеріңіз сау болсын, бақытты болыңыздар.